Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Жетенова Назым. Мен этномәдениеттану бағыты бойынша ғылыми жобаны қолға алдым. Тақырыбым қазақ әліпбиін латын әліпбиіне көшіру болып табылады. Мені осы ғылыми жобаға итермелеген сөз ол елбасының, Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың 2025 жылы Қазақстан латын қарпіне толықтай көшеді деген сөз болатын. Мен одан кейін қызығушылық таныттым. Мен ізденісім бойынша латын әліпбиіне көшетін себебіміз түркі халықтары, түркі елдерінің барлығы латын әліпбиіне көшуді бастап кеткен. Олар қазіргі кезде латын әліпбиі олардың тұрақты алфавиті болып табылады. Біздің ата-бабаларымыз біз білетініміздей латын әліпбиін қолданған болатын. Одан кейін біз орыс кириллицасына ауыстық. Ол кезде біздің қазақтың көптеген дыбыстары жоғалып кеткен болатын. Ахмет Байтұрсыновтың енгізген әріптері бойынша біз жаңадан әріптер енгіздік. Қ, Әс секілді дыбысы латын әліпбиінен бірдей болғанмен, бірақ жазылуы басқаша. Біз егер шетелдерге баратын болсақ, бұл әріптерді ешкім түсінбейді. Егер біз осы латын әліпбиіне көшіп, шетелдермен бірдей дәрежеде болатын болсақ, онда ортақ алфавит осы латын алфавиті болады. Бұның бізге тигізетін пайдасы, біз дамыған елдердің қатарына бірінші қосыла аламыз және ерте кездерден біз жоғалтып алған дыбыстарымызды қайта қалпына келтіріп, бұрынғы деректердің барлығын қайтадан жинай аламыз. Болашақтағы жоспарым 2025 жылға дейін халық үйренетін, сөйлейтін алфавит құрастыру болып табылады.